парные трубочки, в общем, знаете, такие. Я вообще бірінші рет көріп жатырмын сіздерді. Вот какой такой. Господи. Өте жұп-жұқа. И парниді көрсем, есіме соңғы уақытта парниді көрсем Қадырбаев есіме түседі. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар Қадырбаевты. Білмеймін, есіме неге сол түседі. Уже андай болып қалғанда парни мен Қадырбаевты уже андай өйтіп бірге көреміз да. В общем, түсіндіре алмаймын. Парнида бұл менің ең сүйікті шоколадтардың ішіне жатпайды. Бірақ жақсы шоколад. Және осындай киндер сюрприз барлық подарканың ішінде болады. Киндер сюрприз жыл сайын вообще қалмайды. Жалпы киндердің барлық заттарын осындай жаңағы мынау и мынау сосын осының үшеуін жыл сайын салады ненің ішіне, подарканың ішіне. И еще осындай мынандайдың нестлетор бар ғой, соны тоже былтырлар салатын еді, осы жылы жоқ сияқты ішінде. И осындай скитлс, осыны қалай оқылады мен білмеймін әлі күнге дейін. Скитлс па? Скитлс. Мынау енді маған өте қатты M&M's ұнайды, онша қатты ұнамайды, бірақ жалпы жеуге болады. Скитлс ондай қатты ұнамайды, бірақ мен деген вот M&M's бірақ өкінішке орай мен осы жылдан бастап M&M's жемейтін болдым. Себебі мен оның құрамын оқығаннан кейін шынымды айтсам жегім келмей қалды. Себебі оның құрамында кармин деген нәрсе бар. Егер де кармин не екенін білмесеңіздер, интернеттен қарап көрсеңіздер болады. Сол кармин деген нәрсені көргеннен кейін мен басқа шоколадтардың құрамдарын қарағым келмей қалды. Себебі M&M's менің ең деген шоколадтардың ішіне жататын еді. Ал қазір оны мүлдем жемейтін болғандықтан ең деген шоколадтардың ішіне кірмейді. Ал енді жаңа басқа да шоколадтардың құрамын оқып қарауға қорқамын. Себебі сондай ішінде адамға пайдасы сондай жамансыздар болып қала ма деп. Сондықтан да қазір тамақтардың құрамын қарамайтын болдым. Және тағы да осындай рахаттың вафельный түтікшелері, вафельный трубочкалары. Мынау алма дәмімен екен. Алма және де абрикос дәмімен екеуі шықты. Сосын осындай рахаттың на здоровье деген шоколады, сахарсыз дейді, с молоком. Былтырларда осындай болған ішінде. Да вообще вафлилар өте көп салған екен осы жылы чем шоколадтарға қарағанда. Рот фронттың осындай артик вафли. Жалпы артик вафлилерін жеп көршім, бірақ мына түрін жеп көрген жоқпын. Жалпы артиктің вафлилары маған ұнайды. Сникерс. Осындай сникерс, ондай көк түрін салған екен. Бірақ маған кәдімгі өзіміздің простой сникерс бар, қоңыр, сол ұнайды. Мынаның дәмін білмеймін қандай екен. Бұрын осындай сникерстің жасыл түрін жеп көргенімде, оның ішінде басқа орех бар. Бірақ оның дәмі өте маған ұнамайды. Білмеймін, мүмкін басқа адамдарға ұнайтын шығар. Ал маған кәдімгі простой өзіміздің бұрыннан келе жатқан сникерсіміз ұнайды. Келесі осындай Бонбари мармеладтар. Мен бұның құрамында қандай заттар бар екен білмеймін. Жалпы негізінде мармеладтардың құрамында желатин бар, жеуге болмайды деп айтады ғой. Бірақ мен өзім қатты мармеладтар жақсы көрмеймін. Келесі нәрсе
осы мамбоны кейінге қалдырмай сразу жеп қоюға тырысамын, әйтпесе менде қалып қояды. Жалпы жаңа жылдық сыйлықтарды мен деген бәрсеңді қылып жеп тастамаймын. Күніне бір-бірден, и еще кейде жартысын, мысалы плиткалардың жартысын бөліп жеп жүремін. Солай маған ұзаққа дейін бұлар шыдайды, ұзаққа дейін кетеді. Примерно 6 айдай мен оны жеуі мүмкінмін, егер жалғыз өзім жейтін болсам. Ал егер отбасы мүшелерімен бірге жейтін болсақ, оны әрине тез бітіп қалады. Әсіресе інілермен жесем, мүлдем тез бітіп қалады. Бір күнге жетпей бітіп қалатын шығар. Сосын осындай орбит, кәдімгі детский, классический орбит. Және де осындай рахаттың тағы да шоколады. Жалпы рахаттың шоколадтары да күшті. Сосын осындай несквик конфеткасы. Потом тағы да алмата дейтін конфетка, осындай көк түсті. Аленканың шоколады осындай. Бұрын бізге Аленканың плиткасын беретін, да, мына қазақстандардың қасына қосып, ал осы жылы жоқ. Еще Аленканың андай біткен тағы бір нәрселерін беретін еді. Осы жылы что-то жоқ ешнәрсе. И осындай қарақұмның шоколады. Жалпы осы қарақұмның маған сары түсті несі бар ғой. Сары түсті қаппен қапталған түрі. Соның дәмін айт, ол қарақұм емес, ол алтын құм екен ғой. Кешіріңіздер. Сол алтын құм қатты ұнайды маған. И одан кейін осындай батончик. Атты полюшка деген. Және де бабаевский шоколад фундукпен и какаомен. Осындай жақсы. Фокус менің бетіме түсіп тұр да, ена шоколадтар анық көрінбейді. Осындай фонарики деген тоже конфетка. Вареная с гушонками. Осындай рахаттан осындай шоколадтары. Бұлардың дәмі деген кәдімгідей өте күшті болатындай, баблимен, шоколадный болып күшті болып тұрады. Маған қатты ұнайды осындай құрттай шоколадтар. Және де ең соңғысы ол бізде буревестник конфеткасы. Типа ласточка сияқты ғой. Болды, сонымен бітті. Жалпы айтатын болсақ, осы жылғы сыйлықтар онша қатты күшті деп айта алмаймын. Себебі бізде былтырлары бұдан да рұқсат беретін 3 шоколад және де андай киндердің Нестле деген түрінен беретін еді еще. И еще Аленка болатын бізде, но осы жылы бізде Аскин. Бірақ нормально. Бізде көбіне осындай вафли и печенье берген екен осы жылы. Айсем жеймін.